Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Жазира, Стамбулдағы қазақ келіні. Бұйырса бүгін Қазақстанда Стамбулдың төрінде қазақ ақындар айтыстары басталғалы жатыр. Біз соған келдік, жиналып, Құдай қаласа. 90 жылдарда көрдім. О кезде енді қайта құру, гласност, перестройка дегендер болып, содан кейін бізге о жақтан видео кассеталар келе бастады. О кезде мына қайта құру кезінде өте ашты шындықтар білесіздер. О кезде Әзімбек Жанқұлиев секілді мықты ақындар айтатын. Сол кезде біз содарға қашық болдық енді. Көптеген сол келетін. 1-2 жыл сөйтіп сол ақындарды көрдік. Одан кейін тәуелсіз болғаннан кейін өзіміз де Қазақстанға барып сол неге сахнаға солардың айтысқанын өз көзімізбен көріп, өз құлағымызбен еститін дәрежеге жеттік. Енді бүгіндерде енді соңғы жылдары осылай ақындар келіп, біз мына қазақтар көп тұратын осы Зейтинбурну ауданында өнер көрсететін болды. Бұның өзі тамаша, өйткені осы жақта бала шаға семьямен бірақ келіп көруге мүмкіншілік болды. Бұл енді үлкен өнер, енді менің тілегім бұл өнерімізді енді халықаралық деңгейге көтеріп, түркі дүниесінің ақындары үстіп айтысса, бұнда нұр үстінен нұр болады. Анкарада бұның үлгісін көрсетті. Енді біз жұмысымыз болғандықтан Анкараға бара алмадық. Бұл жақсы бір бастама болды. Енді осындай игі бастамаға мұрындық болған баста өзіміздің Қазақстан елшілігі, қоғам қайраткерлері, және де осы атамекеннен ат терлетіп келген осы ақындарымызға көп алғысымызды айтамыз. Рахмет. Benim atım Beşir Ahmet Köse. Осы Türkiye, İstanbul қаласында туmasımın. O şartta tuğub eskam. Енді bugün mene elimizin 30. egemenlik жылында қатты қуанышты әңгімелер болып жатыр. Bunun içinde осы bugün кеше Анкарада айтыскерлерimiz айтысты. Bugün сол elçimizге рахмет айтамыз. Та сол Анкарадан бізге бүгін мына İstanbulға келіп, айтыскерлерді назарымызға келді. Біз соның үшін алдымен elçimizге рахметімізді айтайық. Айтыс bizim әкелерimiz zamanında, çeşelerimiz zamanında burnunda бар еді. Bu жақта айтысатын еді, әке çeşelerimiz, домбыра çertетін atalarımız бар еді. Болған мен осы соңғы жылдарда енді біздер, біздің баладарымыз айтысты білмейді. Айтыс көрген жоқ. Айтысты тыңдаса да ұқпайды. Қазақшасы нақ болмағаннан кейін. Енді біздер айтысты жақсы көреміз. Bizim жасымыздағы Türkiye'ye келіп алғаш туған баладар. Айтысты өте жақсы түсінеміз. Бұдан 2016 жылында балғынбектер келіп айтысып осы жақта осы залда қатты 2 сағат, 3 сағат айтысты. Сонда шықпай отырдық. Елдің бәрі енді не десек айтысты сағыныпты. Сол замандар көрдік. Енді айтадың bu айтыс істелсе, bu жақта халық та оған жақсы көзбен қарайды екен. Сонда білдік біз. Енді Қазақстанда да айтыс тыңдап жүрміз. Енді соңғы замандарда YouTube'дан, видеодан бәрін тыңдаймыз. Әнден көп айтыс тыңдаймыз. Айтыс жақсы көреміз. Соның үшін Балғынбек деген бабурымыз бар. O кісіні Түркия шетелде қазақтар жақсы таниды. Оның кейін мына келіп жатқан Әсем қарындасымыз бар, Бекар еніміз бар. Сол кісілер бүгін міне біраздан кейін бізге осы айтысты көрсетеді. Соның үшін жүрегіміз лыпылдап, соны күтіп отырмыз. Қатты қуаныштамыз. Енді біз айтысты жақсы көреміз. Бұдан кейін де Қазақстандан осындай айтысшылардың келуін тілейміз. Бізде енді айтатын айтысшылардың адамдарымыз жоқ, шынын айтсақ. Енді бұдан кейін де болады ма, оны Құдай біледі. Болғанмен Қазақстандан бізге осындай айтысшылар келе берсін деп тілейміз. 30 қарашада Анкараның төрінде Түрксой ұйымының, халықаралық ұйымының бастамасымен, Қазақстан елшілігінің қолдауымен, Анкарадағы Етемес Көт деген ауданның қолдауымен бір керемет
айтыс өтті. Бұл айтыс бұрыннан көптің көкейінде жүрген, шіркін осындай бір айтыс болса деп армандап жүрген айтыс еді. Сол айтыстың болғанына қуандық, сол айтыстың бел ортасынан жүргенімізге қуандық. Соны қолдап, бастамасын бастап, осындай жақсы деңгейге жетті. Өте қуаныштымыз. Енді кешегі айтыста 5 елден ақын келді. Қазақстан Республикасынан 5 елден ақын келді. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан және Түркия. Енді бұған дейін қазақ пен қырғыз айтысып, талай өнер көрсетіп жүр. Және тура сол айтыстың бір үлгісі ретінде Түркияда да түрік ақындары мен Әзербайжан ақындары өзара сөз қағысып жүр. Алайда бұлар бір-бірімен сахнаға қатар шықпап еді деп айтуға болады, дәл мынандай деңгейде. Өйткені бұрынғы айтыстарда түрікше сөйлейді өзінше, Әзербайжан тілінде жырлайды, қазақ қазақша, қырғыз қырғызша, әрқайсысы өз тілінде жырлайтын болса, бұл жолғы айтыстың бір ерекшелігі қазақ ақындары түрікшеде жырлады. Өзіміз қазір осы кезде Әсем Ережеқызы ақынымыз да айтысының жартысында қазақша, жартысында түрікше жырлады. Және менің айтысымда да сол қазақша түрікше қатар айттық. Бұл да екі елдің арасындағы мәдени байланыстың бір жемісі деп есептеуге болады. Бір сондай бір жақсы деңгейдегі көңілімізден шығатын жақсы бір айтыс болды деп есептейміз. Бұл айтыс өзі көне заманнан түрік халықтарына ортақ мұра ғой өзі. Орта Азиядан Алтын Ордаға, Орта Азиядан Анадолуға келген оғыздар соны толық болмаса да жалпы белгілі бір жұрнағын сақтап қалды. Ал Орта Азияда қырғыз бен қазақ жақсы сақтап келе жатыр. Осы жерде өзбектің де ақындарының осындай айтысуға, жауаптасып, сөз қағысуға бейімделіп, соған дағдыланып келе жатқанын көріп отырмыз. Оларда бұрыннан бар еді, алайда біраз уақыт бұрын үзіліп қалды. Осы дәстүр кейін қайта жалғанып, осындай жанданып жатқанына біз өте қуаныштымыз. Ал енді бүгінгі болатын іс-шараға келетін болсақ, бұл осы қазіргі болайын деп тұрған салонда мен бұған дейін бір рет айтысып, осы жердегі жергілікті халықтың, жергілікті өзіміздің қандастарымыз қазақтың көңілін аулап, осы жерде бір өнер көрсеткен едік. 2015 жылы осы жерде Сырым Әуезхан екеуміз айтысқан едік. Міне осы екінші мәрте келіп отырғаным. Енді қолымыздан келгенше халықтың көңілін көтеруге, көкейдегі сөзді айтуға тырысамыз деп ойлаймыз. Атым Исмайыл, Жалайыр ұлы жұрт. Жамбыл облысы Шу ауданы Мойынқұмнан боламыз. Соныменен 32 жылдар Қазақ Ауғанстанға өткенбіз. 76 жылда Түркияға қарап өттік. Түркиядан келгенімізге 76-да келдік. Түркиядан 93-те десең, сосын Назекең еліңе келдіп, бізге самолет жіберіп, Қазақстанға шақырып алды. Шүкір, Қазақстанда 93-тен бері Қазақстандамыз. Қазақстанға барып кеп тұрамыз. Қазақстанда десең енді сол Қаскелеңге жерлескенбіз. Қаскелеңнен 3 ай қыс суық болады, бұяқ осы жаққа келеміз. Жаздың сол жаққа барамыз, айтысқа барып тұрамыз. Жақсы бір эксперимент болды деп ойлаймын. Бұл алдағы уақытта да дамыта беру керек. Артынан өзіміз ақындар бірлесіп отырып, жаңағы әр елдің ақындары жалпы осылай бір-біріміздің тілімізді зерттеп, осылай айтысып жүруіміз керек екен, жалпы бір-бірімізді түсіну қиын емес екен деген сондай ойға келдік. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 30 жылдық мерекеге арналып отыр. Кеше ғана тарихта тұңғыш рет түрік халықтарының халықаралық айтысы өтті Анкара қаласында. Ол айтысқа түрік ақындары, қазақ, қырғыз ақындары, Әзербайжан және өзбек ақындары қатысты. Енді бұрында халықаралық айтыстар өтіп жүр, бұл қазақ пен қырғыздың арасында ғана болатын. Ал шын мәніндегі 5 ұлттың өкілі қатысқан халықаралық айтыс кеше тұңғыш рет Анкара қаласында өтті. Осы Түркия еліне келіп тұрғаннан кейін сіздермен жүздеспей, сіздермен амандаспай кетуді жөн санамадық. Сондықтан сіздердің алдарыңызға келіп тұрмыз. Олай болатын болса, бүгін сіздердің алдарыңызға ата жұрттан келіп отырған, ата мекеннен келіп отырған ақын балаларыңызды, қыздарыңызды
өткенімізге қуаныш толқып отырмыз. Ал енді әңгіме дүкенімізді бастайық. Арасында енді ақындарға қоятын сұрақтарыңыз болса, қойып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Бар. Мен Hacı Salih Kazak aday bolamın. Yordaniya'dan geldim, Arabiyadan geldim. 40 yılını jelde oturdum. Kelgenim 15 yıl olup kaldı Türkiye'ye. Burunda Türkiye azamatımın. İran'dan gelgen Kazak'tın ben de. İran adaylardan. Endi Suguratanın agar biletiniz bar olsa onu verirseniz aytsanız boldu. Suguratanın. Aqtau özendegi. Suguratamыздың жылдарынан енді мына кіші жүздің балаларына қараймыз біз. Иә. Бегар сондай тәуекелге барып отыр. Тарихтың алдында өз жауап береді. Жігіттің тақиясы томағасы, ер жігіт қайдан ішпей қонағасы. Айт десең жел сөзімді неге аяйын, жел сөзім дидарыңның садаға сауай. Өлеңді 6 aydır Türkçe dil öğreniyorum. Bazı günler derse gidemiyorum. Halbuki Türkçe şiir söylüyorum. Tabii ki alkış versen beğeniyorum. 7 korkut yaşayan bozkırlardan ben geldim. Türkiye'ye gelince güzel bir yeşil yer gördüm. Ozanlık geleneğimin geleceğine yön verdim. Saygılarımla kabul al, gönlümden şiir gönderdim. Құрметті ағайын, кеше белгілі болғандай, осы сахнада отырған 5 ақынның 3-еуі түрік тілінде айтса алады. Ал енді құрметті ағайындар, олай болатын болса, осы жерде шағын айтыс жасап, сіздердің көңілдеріңізді бір көтеріп, әзіл қалжыңмен сол айтысты бастасаққа деп отырмыз. Ассалаумағалейкум ақылманел. Алыстағы емес ау жақындағы ел. Сіздерге қызық сыйлап аттанайық, атанайық ел жұртты қуанышқа батырған ер. Армысың түркиялық қандастарым, жатты да жақынында жақын көрер. Зейінің айтыс көріп бір жасасын, Зейтүннің отанында отырған ел айы. Батырда мына залға биде жетті. Батырда мына залға биде жетті. Өнер сүйген қанша жұрт үймелепті. Біраз бұрын келібек өздеріңе көп нәрсені уақын сирек етті. Мен көрген ақсақалдың біразы жоқ, көпшілігі мәңгілік үйге кетті. Уақыт өз дегенін алмайды ма, сол біраз жанымызды түйреп өтті. Қарияның қатары сирегенмен, өнерге қошеметін күйремепті ай. Ақының жұртқа қарай жақындасын, өлеңді бірер сәтке тақымдасын. Бес ақын келіп отыр алдыңызға, тілеуін қандастардың мақұлдасын. Төрінде Түркияның отырсаң да,
бұрыннан атағыңмен атың басым. Бір залыңды ақ теңіз деп атапсың. Бір залыңды ақ теңіз деп атапсың. Ақ теңіз ақты леуге шақырғасын. Бір залды қара теңіз деп атапсың. Білемін төрт теңіздің қасындасың. Қалайша толқымайсың, тебіренбейсің. Теңіздің ортасында отырғасын ай. Жүрегім ауырды деп торыққандым. Стамбул қазақтарын көрсем деген, мен мұны сағынышқа жорып қалдым. Бұл жердегі кездесу болмайды деп, елшілік айтқан сәтте қорыққанмын. Алыстағы ағайынды көрген кезде, ауырмайды жүрек деп келіп қалдым ай. Алда видеоларын көріп қоямыз түріктің ақындарын. Жай бірдеңе айтады екен да. Сосын маған бір салып Темел Тураби деген ағай айтысатын болды. Сосын отырмыз, ол кісі шықты да сол көп айтты. Түркияға қош келдіңіз, әсем қыз деген сөзді айта берді. Біздің қазақтың ақындар қатты таңғалды артынан. Неге 24 рет айтты деп. Содан кейін бірінші сол Түркияға қош келдіңіз, әсем қыз деді да. Сосын маған былай деп айтты. Сен тегі сен қыз аз сөйле деді да маған. Әйел адам деген аз сөйлейді деп. Сосын ойладым, түріктің әйелдерінің аз сөйлеген көрген жоқпын деп салғаспайсың ғой. Түркілік қан ойлап тұрған шығар деп ойладым да. Былай деп жауап бердім ана кісіге. Енді ұйқастарын бұзуы мүмкін, кеш айтылып кеткен нәрсе жоқ, қазір есімде қалды. Озаным yağmur yağmur dökülünüz, altından da değerli gönlünüz, gönlünüz. Kısaca konuşalım, doğru dedin, biz bayan ozanların vekilimiz. Kısaca olsa olsun şiirimiz, yeter ki uzun olsun ömrümüz деп cevap verdim. Кішкене тысқаққан жасы үлкен ақын екен. Содан кейін былай деп айтты маған бір арасында. Мен бір тысқаққан болғанмен артынан мына түріктің зиялы қауымымен отырдық қой, сол кезде ол кісілер мынандай нәрсені байқап та қазақтың ақындары көп оқиды екен, сөзді орнымен қолданады екен де, біздің ақындар дұрыс қолданбайды екен деген сияқты. Ана кісі маған былай айтты. Жоқ, былай деді. Әсем қыз, дойдуыма көре, енді сөзі былай, дойдуыма көре evlenmemiş bekarmış, жылқы gibi çölden çöle kaçarmış деді. Сөйтіп сондай мағынасы солай болды, сосын мен өксей былай деп айттым. Озаным yağmur olup dinmiyor mu? Güneş gibi bakıp da gülmüyor mu? Bekarlığım ulu orta söylenir mi? Turabi aşık bunu bilmiyor mu? Turabi bize saygı duymuyor mu? Güzel kızı cılkıya benzetiyor. Sütü baktın da? Güzel kızı cılkıya benzetiyor. Çöllerde cılkı değil deve kaçar. Acaba abi şunu bilmiyor mu dedi. Şimdi o cevap vermeyin ama sözünü tınlamaydı eкен. Sahnаны біздің әсем жарық етті. Шаршамайтын әуенге салып өтті. Неменеге қайталап отсың бүгін қарғамау кеше болған мәліметті. Суырып
салма болса да біздің әсем жаттағанға соншалық қабілетті. Түріктерге айтылған уәждерің арқамызды аяздай қарып өтті. Қазақстан ата жұртым, бір алманың жартысын Түркия ғой ана жұртым. Ойлансақ та анықтап, екеуде өз жұртым. Алғаш келдім алдыңызға қазақ ұлтым. Ой, ата жұртым аман бол, бақ берейін бақытымда. Сағыны сәлемді келдім, Түркия қандастарыңдан. Ата жұртым аман бол, бақ берейін бақытымда. Сағыны сәлемді келдім, Түркия қандастарыңдан. Құрметлі түрік қандастарымыз, міне біздер Түркістаннан келдік. Мынау тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, міне құтты бола берсін. Мынау қазақ түркіміз мәңгі дос, қардашпыз. Жасасын Қазақстан мен түрік ағайынлары. Қалың қазақ еліме сәлем, Стамбулдан. Бүгін айтыс өте керемет болды. Елді сағындық. Құрметті көрермендер, міне бүгін Түркияның бас қаласы Стамбулда Қазақстаннан келген ақындар айтысы өтті. Өте керемет болды. Бұл айтыс деген қазақта ғана бар, басқа ұлтта жоқ. Суырып салма деген. Сосын мен өзім жақсы көрем. Мен өзім негізінде Францияда тұрамын. Ертеде Францияда да ақындар айтысы болған. 10 жылдың алды, онда да көп. Ел шуылда бардық, бүкім Еуропада қазақтар бар. Қазір мен бүгін Стамбулда да осындай біріне өткіземін. Мен өзім басқа жерде отырамын. Қайта ақындар айтысы бар деген сөйін өйтіп жүгіріп келіп, осы неге куә болдық. Түркия төрінде 2 күнге созылған дүрмек болып жатыр. Осы кеше ғана Анкара қаласында пікірлесіп, мына жерде әңгімелесіп, шер тарқатып, айтыс көрсетіп, әнімізді айтып, жырымызды айтып қайтып баратырмыз. Ең бірінші осындағы бауырлардың нұрлы жүзін көргенімізге қуаныштымыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Биыл біздің еліміздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы болайын деп отыр. Кеше ғана біз мұнда Түркия Республикасының күні қарсаңында келдік. Ең бастысы осы түркі халықтарының тәуелсіздігі, азаттығы, елдігі мәңгі болсын деп тілейміз. Ел аман, жұрт тыныш болса, мұндай дүрмектер бола береді.